Бүгін құрметті қонақтар, Нұр-Сұлтан қаласының 14-29 жас аралығындағы жастарына арналған Астана жастар ресурстық орталығының қолдауымен бірге Жаснамат жобасының ашылуына баршаңыз қош келдіңіздер. Кигіз үй жаңағы өзі негізі қаңқасы дейді ғой, қаңқа деген каркас. Каркас өзі 4 бөліктен тұрады. Ол жаңа есік, кереге, уық және шаңырақтан. Енді бұл қалай құрылады десеңіздер, бірінші жаңағы керегесі мен есігі құрылады. Есіктің екі жағын жаңағы үйдің босағасы деп айтады. Жаңағы босағаға көбінесе ең мықты, ең жақсы керегелерді байлау керек. Өйткені бұл есік ашылады, жабылады, адамдар кіретін шығатын жер болғандықтан, жаңағы қазақта босағаң берік болсын деген сөз содан қалған. Керегесі құрылады бірінші, есігімен қоса. Содан кейін жаңағы ортасына бір адам шаңырақты көтереді бақанмен. Бақанмен көтерген кейін жан-жағына жаңағы 2 адам болса 2 адам, 3 адам, 4 адам болса 4 адам бірлесіп тұрып, жаңа уықты шаңыраққа шаншып, керегеге байлайды уықтарды. Сөйтіп, бірінші қаңқас құрылады. Бүкіл керегелердің құрып, уықтарын байлап, шаңырағын көтеріп, уықтарын байлап болғаннан кейін, жаңағы кигіздері жабылады. Ол кигізді, жаңағы жанның кигізі бірінші жабылады, жанның кигізі туырлық деп аталады. Жаңағы керегесіне жабылатын кигіз. Содан соң үсті жабылады, үстінің кигіздері үзік деп аталады. Үзікпен туырлығын жауып болғаннан кейін кигіздің сыртына өз адам қалау бойынша ақ матамен мынандай жаңағы чехол дейді, ақ жаңағы жамылғысын жабуға да болады. Қалау бойынша оны жаппай кигізбен тұра берсе де болады, кигіз үй жаңағыдай. Сосын үстінде ең соңында төңгілік жабылады. Содан кейін ішін сыртын өз қалау бойынша әшекейлеп оюларымен неше түрлі әсемдеп өрнектей беруге болады жаңағы. Енді айтып өтіңізші, осы кигіз үйді неше уақытта құрастыруға болады? Шамамен минутпен айтсаңыз. Кигіз үйді енді мысалы мынау біздің артымызда тұрған кигіз үй, бұл енді кішкентай 6 қанат кигіз үй. Бұл енді жаңағы шаманский кигіз үй деп айтады. Бұл кигіз үйді үйтіп айтатын себебі жаңағы бұл көбінесе көшпенділер ары-бері жайлаған кезде тез құрылып, тез жиналатын кигіз үй болғандықтан, сосын арта салуға да көп орын алмайтындықтан осындай кигіз үйді қолданған. Енді бұл мысалы дәл осындай кигіз үйдің құрылуы шамамен бір 30 минут, 40 минут, бір 2 адам, 3 адам 40 минутта құрып тастайды. Бұдан үлкендері енді 12 қанаттық үйлер дейтін бар, енді 8 қанат, 10 қанат кигіз үйлер болады. Оларға енді шамамен сол 1 сағат, 1,5 сағаттай уақыт кетеді. 12 қанат болса, сол 1,5-2 сағатта кетіп қалуы мүмкін. Енді адамдардың санына да байланысты. Көп адам көп болса, кигіз үйдің құрылуы да тез бітеді, уықтары байлауы тезірек болады. Адам азырақ болса, енді жаңағы кішкене уақыт созылады дегендей ғой. Бұрынғы заманда енді бұндай үйлерді қазақтың келіндері мен апалары жаңағы жайлаудан отағасы малды айдап келгенге дейін бір жарты сағатта 30-40 минутта құрып, шайын қайнатып, тамағын пісіріп, отағасын күтіп алып отырды ғой бұрынғы тарихта. Сондықтан енді бұл білетін болса, кигіз үйдің мән-жайын ол адам тез құрып тастайды. Кигіз үйдің қанша түрі бар? Сіз 1-2 түрін айтып өттіңіз ғой. Размерлеріне байланысты енді кигіз үй 6 қанаттық деп бөлінеді, 8 қанаттық деп бөлінеді, 10 қанаттық деп бөлінеді, 12 қанаттық деп бөлінеді. Одан үлкендері жаңағы 16 қанат, 24 қанатқа дейін кете береді. Ол енді ханский комплектация дейді. Енді үлкен жаңағы іші диаметрі бір 10 метр, 15-16 метрге дейін кететін сондай кигіз үйлер болады жалпы. Енді негізгі сол размерлеріне қалай солай бөлінеді. Жаснамат жобасының басты мақсаты қазіргі жастар арасындағы қазақтың салт дәстүрлерін, ұмытылып бара жатқан ғұрыптарын насихаттау және ол жаңа форматта ол кісілерге жеткізу болып табылады. Осы жоба бойынша, осы жоба арқылы біз жаңағы қазақтың салт дәстүрлерін тереңірек біліп жатырмыз. Каналында болады ғой, YouTube арқылы біз жаңағы қазіргі жастарға өте қолайлы, өйткені жастар жаңағы интернеттен, жаңағы YouTube'тан көреді ғой барлығын. Сол арқылы жаңағы қазақтың салт дәстүрлерін біз тереңірек білеміз. Бұл жобада салт дәстүр қозғалады, жаңағы қазақ дәстүрінің, қазақ халқының ұлттық киімдері, ұлттық ойындары, сол сияқты жаңағы кигіз үй туралы, кигіз үй қалай құрылады, кигіз үйге жаңағы қойылатын ұлттық киімдер, қазақ нақышындағы ұлттық оюлар. Бүгінгі іс-шара маған өте ұнағаны кигіз үйді құрастырған туралы. Кигіз үйді қалай құрастырылады, қалай жабылады, сол сияқты құрастыруды біз үйрендік, білдік.
сол бізге өте қызық болды. Жас номадта осы көбінесе барлық іс-шаралар онлайн түрде өтеді. Видео арқылы біз осы жастардың қазақ дәстүрлерін білулерін, кішкене білімдерін арттыру үшін жасап жатырмыз. Өйткені қазіргі кезде көбінесе социальный сеттарда қазақша ешқандай информация көрмейсің, қазақша суреттер де қазір онша, өйткені заманауи трендтар бастап жатыр. Соның барын орнына кішкене балаларда, жастарда кішкене қазақша традицияларды, кішкене ғұрып дәстүрлерді қалыптассын деп ойлаймыз.